Сәлеметсіздер ме қыздар? Бүгін біз осындай перде тігетін боламыз. Велюр матасынан матовый. Біздің пердеміз 5 метр гарнизге арнап тігілген. Ең бірінші матамызды тегіс жерге жайып, кромкасын қиып алып тастаймыз. Кромкасы матаның ұзындық жағында болады. Екінші шетінде осылай қиып алып тастаймыз. Және де матамыздың ені 2/80 болады. Матамыздың енін бір-біріне беттестіріп, түзу етіп қиып аламыз. Менде матамның бір беті қисық болып шықты. Бір беті түзу, соны қиып алып тастадым. Енді матамыздың астыңғы жағын, етегін тігіп аламыз. 2 сантиметр өлшеп, ішке бір қайырып, және 5 сантиметрді өлшеп, тағы бір қайырып, етегін тігіп шығатын боламыз. Және де жанын, пердеміздің екі шетін 2 сантиметр бір қайырып, және 2 сантиметр тағы бір қайырып тігіп шығамыз. Матамыздың бір шетін ғана тігеміз, ал екінші шетіне бақырама тігетін боламыз. Матамызды тіккен кезде әр өлшеген жерімізді инемен қадап отырамыз. Сонда бізде етегі түзу, әдемі тігілетін болады.
2 сантиметрімізді ішке, 5 сантиметрімізді тағы сыртынан өлшеп, сол жеріне ине қадап тігетін боламыз.